Ассалаумағалейкум. Бүгін Әлет аға мен Нұрила әшеміздің тойына бір ауыз тілек. Ассалаумағалейкум. Бүгінгі тойға бір-екі ауыз тілек айтып жіберсеңіз. Адлет, брат, мы с тобой знакомы уже почти 10 лет. Желаю тебе счастья с Нурилей, чтобы вы построили крепкую, дружную, самое главное, взаимопонимающую семью между собой, выстроили классные отношения, прожили душа в душу до 100 лет, и у вас были и внуки, правнуки, и праправнуки. Енді Әділет ағамен бір қандай қызықты историяларыңыз болды, бір оқиғалар, қысқадан. Так, навскидку не скажу, но у нас было много историй, много всего, много... Келесі тілекті, сіз бір-екі ауыз тілек айтып жіберсеңіз. Ал құда-құдағи, бүгінгі тойларыңыз құтты болсын. Келін тек жақсылығымен келсін, оңайымен келсін, жақсы келін болсын. Дейміз, әкенің арманы ғой, баланы үйлендіру, үй болу. Сол арманға жетіп жатсыздар, құттықтаймын. Дейміз, осы келесі жылы 9 ай 9 күннен кейін шілдехана тойға жеткізуге Алла нәсіп етсін. Тек жақсылық болсын. Келесі тілекті Әділет ағаның достарынан алсақ. Әділет аға бір-екі ауыз тілек. Әділет, мен сені бүгінгі тойыңмен құттықтаймын. Екеуіңе бақыт, молшылық, тек береке тілеймін. Тойларың құтты болсын. Рахмет. Келесі тілекті Абзал ағаның коллегасына сөз берейік. Нұрила, Әділет, құттықтаймын. Дейміз енді, бақытты болыңдар. Келесі тілекті Әбдімүтәліп ағамызға берсек. Ал мына бүгінгі Талғат бауырымызбен Лаура ханымның тойлары құтты бола берсін. Жастарымыз мынау Әділет баламызбен Нұрила келініміз бақытты болсын, өбірлі-шүбірлі болсын, той-тойға ұласын, той құтты болсын, барлығымызға жүрісті болсын. Келесі тілекті бүгінгі тойдың асабасы Гүлмира әпкемізден алсақ. Бәрекелді, бүгін мінекей ұлы думан той Талғат ағамыз бен Лаура апайымыздың ұлдары Әділеттің бір басы екеу болып жатыр. Бұған дейін мен тұңғыш ұлдарының қуанышын жүргізген едім. Міне екінші қуанышына келіп жатырмын жүргізу үшін. Әулетке рахмет мені шақырғандарына. 2 жас бақытты болсын. Әділет пен Нұриланың өмірі тәтті күндерге, жақсы күндерге, қуанышты күндерге толы болсын. Ата-ананың үмітін ақтасын, ата-ананың разылығын алсын. Мұны өмірде қанаттары талмай қалықтай берсін. Той құтты болсын, жұғысты болсын. Әділет ағамыз бен Нұрила әшеміздің достарының атынан тағы бір-екі ауыз тілек. Ассалаумағалейкум. Әділет, Нұрила, осы бүгінгі тойларың құтты болсын. Мәңгі бақытты болыңыздар. Расымен де Нұрила, сізге рахмет. Біз Әділетті расымен де үйленбей кетемеге де қорқып едік. Бірақ үйленіп отыр. Керемет. Алғашқылардың бірі болып үйленіп отыр. Сол сіздерге расымен де үлкен жетістіктер тілейміз. Балалы шағалы болыңыздар. Әділет, осы кәсібіңе жұмыстарың береке берсін.
мәңгі бақытыңыз болсын. Ең бастысы әке шешелеріңіз жолын сіздерге берсін. Өз әке шешелеріңіз жолын сіздерге берсін. Әке шешелеріңіз өте күшті кісілер. Сау. Әділет, Нұрила, сендерге шынымен үлкен бақыт тілейміз. Бір бастан екеуі жатқаны шынымен де өте қатты қуанып жатырмыз. Әділетпен екеуміз енді Нұресіл барлығымыз бір класста оқыдық кезінде. Нұресілдер барлығы кейіннен енді өте жақсы достар болып араласып жатыр. Шынымен де сендерге шын жүректен тілекшілерің боламыз. Қатты қуаныштымыз. Әділет енді мектеп кезінен олимпиадчик басыға істейтін бала. Сол одан бетерде ондай бір үлкен бақытты семья болуларына тілектеспіз. Келесі сөз кезегін өзімнің ініме Мұхаммедке беремін. Ал Әділет аға, Нұрила жеңге, енді денсаулықтарыңыз мықты болсын, аспандарыңыз ашық болсын, бақытты болыңыздар, енді до конца жүре беріңіздер, барлық мақсаттарыңызға жетіңіздер, армандарыңыз орындала берсін. Не тілейміз енді? Бүкіл жақсылық тілейміз, барлық Алла тағала дұға тілектеріңізді қабыл етсін. Барлық мақсаттарыңызға жетіңіздер, енді басқа не етеміз, жақсылық тілейміз. Болды, сол. Осы тойымыздың асабасына берсек. Ассалаумағалейкум, қадірлі ағайын. Бүгін Алатаудың бөктерінде, жақсы жайсаңның мекенінде 26 сәуірде тағы да дүбірлі тойға жиналып отырмыз. Әділет пен Нұриланың тойы берекелі де құтты болсын. Атымтайдай мәрттік берсін, қадірлі қарттық берсін. Ұл берсе намысына сақ қып берсін, қыз берсе ағыл бадай ақып берсін. Бас қосқан Әділет пен Нұриланың төртелі маңдайына 5 күн жалғанның бар бақытын шақып берсін деп тілейміз. Аумин, рахмет. Келесілік жолдауларын Әділет ағаның досынан естісек. Әділет брат, досым, тағы да бүгінгі тойың құтты болсын. Осындай берекелі, мерекелі, қуанышты күнде кезігіп жатқанымға мен де өте қуаныштымын. Басыңа қондырған бақ құсың құтты болып, өзіңмен бірге осы махаббат деген үлкен теңізде өзіңмен қатар саяхатқа шыққан кемең ұзағынан жүзіп, жақсы жерлерде тоқтап, өздеріңмен бірге жандарыңда өбірлі-шүбірлі балашаға және кенеге қалай жүрсін. В общем, көп балаларың болсын. Келесі тілек жолдауларын Айнұр шешеміз айтады. Әділет, Нұрила, тойларың құтты болсын, көтерген шаңырақтарың берік болсын, отбасыларыңда тек береке болсын, ауызбіршілік болсын, іші жанға, сырты малға толсын, тек бақытты болыңдар. Рахмет, аумин. Келесі тілекті Гүлнар әпкеден алсақ. Бір-екі ауыз тілек айтып жіберсеңіз Әділет аға мен Нұрила шешеге. Ал біріншіден мен Талғат аға мен Лаура шешемді осы үлкен салтанатты тоймен құттықтаймын. Әділет інімен келінге үлкен бақыт тілеймін. Үлгілі жанұя болсын, үбірлі-шүбірлі болсын, ойықтардың санын көбейтіп, ең бақытты жанұя болсын. Бақытты болыңдар. Жақсы, рахмет. Әділет ағамыз бен Нұрила шешемізге бір ауыз тілек айтып жіберсеңіз. Әділет пен Нұрилаға тілейтініміз шаңырақтары биік болсын, бақытты болсын, үбірлі-шүбірлі болсын, өнегелі отбасы болсын, соны тілейміз. Рахмет. Талғат ағамыздың құрдасы Батырбек Ақмарал әпкемізден бір-екі ауыз тілек. Алына бүгінгі той құтты болсын, Әділ мен Нұриланың тойлары құтты болсын, шаңырақтар биік болсын, іші жанға толсын, сырты малға толсын, 2 жас бақытты болсын, саған қолдар мәңгілік болсын. Амин, рахмет. Ұжымдастардың атынан енді бір-екі ауыз тілек естісек. Молодым счастья, здоровья, детишек побольше, уважения к родителям, взаимного уважения, процветания семьи. Жастарға бақыт тілейміз, ұзақ өмір сүрсін. Рахмет. Әділет ағаның әпкесінен тағы бір ауыз тілек сөз. Әділет, Нұрила, көтеріп отқан шаңырақтарын құтты болсын, шаңырақтарын берік болсын, босағаларың іші толған балашаға болсын, сырты толған мал болсын, бақытты ғұмыр кешіңдер. Керексіз жалмайтын сол қайғы, жоқ менің әнімде бұл әдім, бұл әдім тек саған жаным ұнайсың сен маған жаным сен мені ойла ежелеген
жұмағын әнің салшы менімен бірге көктегі күн шуағын менің ән ырғағын мен бере ол айта алмай жүрген сезімімді жырлайды жаным жаныңды баяу керексіз жаулайтын сол қайғы жоқ менің әнімде боларым тек саған жаным ұнайсың сен маған жаным сен мені ойлап ежелеген мөлдіреген жүрегімде боларым тек саған жаным Енді тілегіміздің соңын Жанел әпкеміз аяқтап бітірсе, тілектерін жолдаса. Бір, екі, үш. Тек жақсылықтар болсын.